махаббат күні операциясы басталсын. Интернет дүкендер тауарларына жүргізген зерттеуімнің қорытындысы бойынша, мына бұйым қыздар арасында ең танымал. О, жарайсың, Макс. Бұл жолы оның көңілін табатын болдым. Махаббат бейсбол секілді. Жоспар құрмасаң жеңілесің. Егер нысанаға дөп тигізсең, жеңіс қолыңда деген сөз. Я метафора деп осыны айт. Мета немене? Әдемісін ай, маған ба? Жоқ, саған емес, Алия. Бұйымның иесі баяғыда анықталып қойған. Ол... үніңді өшір. Жаңалық кем ғашық болып қалды. Бұл бақытты жан кім болды екен? Шынында да әдемі киім. Оған ұнайтынына сенімдімін. Алдымен сыйлықты алу керек. Алмай қойса не істеймін? Олай деме, киім берілме. Тек алға. Алған бетіңнен тайма. Махаббат күні операциясы жасасын. Оның жүретін жолы сарымен белгіленген. Ал сенікі қызылмен. Егер сағатына 15 шақырыммен жүгірсең, белгіленген жерге 14,5 минут бұрын жетесің. Бұл Париждегі ең романтикалық жерлердің ішінен 3-ші орында. Алға. Рахмет, достар. Джулика. Байғұс Джулика. Менсіз түстіңдер ме? Я, бұл дағы арсыз Хлояның ісі. Өзім де солай ойлағам, мені ешкім елемейді де көрмейді. Демек, мен ешкім емеспін. Тіпті суретке түсе алмайым. Олай деме, Джулика, өйтіп өзіңді төмендетпе. Маңыз емес, Хлоя жүрген жер солай мені тіптен жолатпайды. Жоқ, тоқта, Джулика. Өтінем, Роза, әуре болма, жарай ма? Маринет Депен Чен. Ай, тағы басталды. Бұл менің орным. Хлоя, бұл бұрыннан отырған орным. Енді отырмайсың, жаңа жылда жаңа орын болу керек. Қане тұрда ана жаңа келген қызбен отыр. Бірақ... Бер қара, бүгін Адриан келу керек. Оның орны осы жер, демек қасына мен отырам. Ұқтың ба? Ол кім? Мынау Адрианның кім екенін білмейді екен. Не, көктен түстің бе? Ол танымал фотомодель. Ал мен оның құрбысымын. Ол мені жақсы көрет. Сондықтан... Ей, неменеге бақырып тұрсың? Ой, пырмай, Сабрина. Әлсіздерді қорғайтын біреу табылыпты ғой. Қолыңнан не келет? Мына көз әйнегің от шашама? Кейін көрсетем. Жүр. Кешіріңіз, қазір жинайын. Қане, орнымызға отырдық па? Сабырға кел, бәрі жақсы. Хлоя, мен сен сияқты сөйлессем ғой. Маджестия сияқты сөйлес. Ол зұлымдықты жою үшін жақсы адамдар жақсы бір іс қылуы керек дейді. Мына отырған қыз нағыз бетпақ, ал біз ондай емеспіз. Оны тәубесіне келтіру керек. Айтуға оңай, іске келгенде бәрі қиын. Маған бір қастық жасамаса жүре алмайды. Себебі сен өзіңді басындырып тұрсың. Өзіңе сенімді болуың керек. Менің есімім Маринет. Ал мен Алиямын.